Сәлем достар, сіздермен бірге Муслим Муса. Біз бүгінгі видеода сайт туралы айтатын боламыз. Нақтырақ айта кетсем, сайттың түрлері, сайт дегеніміз не, сайтты неде жасаған дұрыс. Осы сұрақтарға қысқа әрі нақты жауап беретін боламыз. Сайт дегеніміз бұл белгілі бір сұрақтарға жауап беретін, немесе қандай да бір қызметтер, тауарлар туралы толық мәлімет беретін интернеттегі веб-парақша. Кез келген сайттың өзінің домені мен хостингі болады. Мысалы, nur.kz деген сайтты алайық. Осы сайттың домені .kz болып табылады. Сол секілді com, ru, net, info, asia, online деген сияқты әртүрлі домендер болады. Және де домендік атау деген түсінік бар. Мысалы, осы nur.kz сайтын алайық. Осы сайттың домендік атауы nur деген сөз болып табылады. Мысалы, tengrinews.kz. Tengrinews бұл домендік атауы, .kz бұл бізде домен болып табылады. Және де хостинг туралы айта кетсек, хостинг дегеніміз не? Бұл кез келген бір сайтқа кіріп қалған кезде ішінде әртүрлі мәліметтер сақталады. Оның ішінде мысалы, видео, фото, әртүрлі тексттер сақталып тұрады. Сол бүкіл мәліметтерді сақтайтын орынды хостинг деп атайды. Ол хостинг 24 сағат бойы өшпей жұмыс жасайды. Ары қарай жалғастырамыз. Сайттың түрлері, оның ішінде лендинг пейдж, көп бетті сайт, интернет-магазин, тағы басқа сайттың түрлері болады. Лендинг пейдж дегеніміз не? Мысалы, тоқтат.kz деген сайтқа кірейік. Осы сайт лендинг пейдж болып табылады. Яғни, бұл сайт тек бір ғана беттен құралған. Қазір дәлел ретінде сіздерге көрсете кетейін. Сайтқа кірдім, мысалы, у нас дегенді бассам төменге түсті. Услуги, как мы работаем, отзывы. Яғни бір бет екені бізде көрініп тұр. Бізде ешқандай басқа беттер жоқ. Егер бұл сайт көп бетті болған жағдайда, мен у нас дегенге бассам, мені бір басқа бетке жіберетін еді. Услугиға бассам, тоже чисто услуги туралы мәлімет сақталып тұрған орынға мені жіберетін еді. Бұл бізде лендинг пейдж. Интернет-магазин. Интернет-магазинді барлығымыз білеміз. Кез келген бір сайтқа кіргенде ішінде әртүрлі категориялар, тауарлар, сондай мәліметтер болса, ол сәйкесінше интернет-магазин болып табылады. Сайтты неде жасаған дұрыс? Tilda, WordPress, OpenCard, PHP, Laravel, Taplink тағы басқа. Осыларға жеке-жеке тоқталып, сіздерге түсіндіре кетейін. Сайтты Tilda платформасында жасаудың өзіне сәйкес артықшылығы мен кемшілігі бар. Tilda платформасының артықшылығы, сіз Tilda платформасын 14 күн бойы тегін қолдана аласыз. Яғни сіз бір сайтты жасайсыз, сіздің сол сайтыңыз 14 күн бойы интернетте қосылып тұрады. Сіз ол сайт арқылы жарнама қоссаңыз болады, жаңа Google жарнама қоссаңыз болады, немесе жалпы адамдарыңызға көрсетсеңіздер болады, таныстарыңызға, достарыңызға, мен жасаған сайтым деген секілді. Жалпы, бірақ 14 күннен кейін сіздің сайтыңыз өшіп кетеді. Tilda платформасының кемшілігін айта кетсем, Tilda платформасында айына $15 төлеп отыру қажет. Егер сіз Tilda платформасын қолданып сайт жасайтын болсаңыз, айына $15 төлеп отырасыз. Мысалы, $15 бұл қанша ақша? Микқа барайық, мысалы, мына жерде көрініп тұр, 6481 теңге. Сіз ай сайын 6400, яғни 6,5 теңге дейік, 6,5 теңге сіз төлеп отырасыз. Бұл көптеген адамның қалтасын көтермейді. Тем более, қазіргі жағдайда после карантин. Так, ары қарай жалғастырамыз. Келесісі бізде WordPress. WordPress-пен жұмыс жасау үшін бізге міндетті түрде ps.kz сайтынан домен мен хостинг сатып алу керек. Немесе осы ps.kz сияқты әртүрлі бізде сайттар бар, мысалы хостер бар, российский сайттар бар. Сол жақтан домен мен хостингті сатып алып, сол өзіміздің хостингқа осы WordPress движогын орнатып, мысалы, мына жерде мен WordPress-ті көрсетіп қояйын сіздерге. WordPress туралы айтып жатырмыз. Жалпы осы WordPress-ті осы өзіміздің хостингқа орнатып, дәл солай сайт жасаймыз. Ол кезде бізде жылына бар жоғы 10 000 теңге ғана бізден ақша кетеді. Ол қалай бізде? Мысалы, ps.kz сайтында домен 3388 теңге тұрады. Ал хостинг примерно 6-7 000 теңге тұрады. Хостинг сервері, виртуальный хостинг бағасын нақты көре салар. Мысалы, неге мен мынаны айтып жатырмын, бір жылдық 1000 мегабайт, мысалы, теңге год деп тұр, сонда 3000 так 5000 примерно 10 000 теңгесіз бар, 10 000 теңгені сіз жылына құртасыз. Яғни, WordPress арқылы, WordPress движогы арқылы сіз сайт жасайтын болсаңыз, небәрі жылына 10 000 теңге ғана жұмсайсыз.
Және де WordPress-тің артықшылығы, бұл бізде WordPress-пен егер сіз сайт жасайтын болсаңыз, сіздің сайтыңыз SEO продвижениеге мықты болып табылады. Нақтырақ айта кетсем, WordPress-те жасалған сайтты Google іздеу жүйесінде немесе Яндекс іздеу жүйесінде көтеру оңай болады. Мысалы айта кетсем, услугу сантехники в Киевте жазсақ, мына жерде реклама деп шығып тұр. Бұның барлығы Google жарнама негізі. Негізі бұл бөлек тақырып. Қазір кішкене айта кетсем. Так, одан кейін бізде мынау мысалы Google My Business. Мынау бізде SEO продвижение болып табылады. Яғни мына сайттардың барлығы SEO продвижение арқылы көтерілген. Егер сіз WordPress-те сайт жасайтын болсаңыз, осылай сізге көтерілу оңай болады. Ары қарай жалғастырамыз. OpenCart. OpenCart дегеніміз не? Бұл бізде платформа. Бұл платформа арқылы біз интернет-магазин жасаймыз. Яғни OpenCart платформасы бұл интернет-магазин жасаушыларға арналған. Мына жерде өзі айтып тұр, платформа электронный коммерция деп. Бұл бізде интернет-магазин. Келесісі бізде PHP Laravel. PHP дегеніміз бұл программалау тілі, Laravel дегеніміз PHP программалау тілінің фреймворгі. PHP бұл, егер сіз чисто PHP мен сайт жасайтын болсаңыз, процедурный болып табылады. Ал Laravel мен жасайтын болсаңыз, ориентированный программирование болып табылады. PHP Laravel мен сайт жасау кішкене ұзақ уақытты талап етеді. Егер сіз қазірден жалпы сайт жасауды үйреніп бастап, начинающий қазіргі, яғни бастапқы деңгейде болсаңыз, сізге әзірше Tilda WordPress платформалары жеткілікті. PHP Laravel'дің өзін изучить етуге кішкене біршама уақыт кетеді. Пока что сізге Tilda, WordPress, OpenCart деген сияқты әртүрлі движок платформалары жарайды. Келесісі бізде бұл Taplink. Taplink негізі бұл мульти-сілтеме болып табылады. Тіпті оны негізінде сайт деп айтуға да келмейді. Неге? Ол себебі Taplinkте егер сіз мысалы сайт жасайтын болсаңыз, ол бізде SEO продвижениеге ілінбейді. Мүлдем SEO-да көрінбейді. WordPress, Tilda деген сияқты да, WordPress, Tilda платформаларында жасалған сайттар, яғни көрініп тұрады әрдайым. Taplinkте ол әшейін ол Instagram үшін арналған деп айтсақ та болады. Ол жерде тек примерно андай WhatsApp, әртүрлі Instagram, YouTube деген сияқты солардың ссылкасын сақтауға қажет. Taplink мына жерде мысалы көрініп тұр. Мінекей, Taplink'ның официальный сайты. Taplink бұл бізде невыгодны, яғни SEO продвижениеге жасатуға сәйкес келмейді. Яғни SEO-ға мүлдем Taplink яғни сәйкес келмейді. Сол себептен Taplinkте лучше сайт жасамай-ақ қойыңыздар. Нақтырақ айта кетсем, қорытындылап айта кетсем, сайтты неде жасаған дұрыс? Сайтты WordPress движогында жасаған дұрыс. Сізден бар жоғы жылына 10 000 теңге ғана кетеді. Және де сайт жасайтын болсаңыз, міндетті түрде көп бетті сайт болуы тиіс. Интернет-магазин ол жарайды. Егер көп бетті сайт жасасаңыз, сіздің сайтыңыз SEO продвижениеде тез көтеріледі. Мысалы, услуги сантехника в Алматы деп жазған кезде, сіздің сайтыңыз осындай жоғары орындарда көрініп тұратын болады. Жалпы бүгінге осы достар, сіздермен бірге болған Муслим Муса. Келесі видеоларда көріскенше.